Бір дәрігер осындай хикая айтады. Кабинетіме тексерілу үшін шамамен 60 жастағы жасы үлкен апа мен 30 жастағы жігіт кіріп келді. Жігіттің кемпірге болған өте жылы қарым-қатынасы менің назарымды тартты. Өйткені ол кемпірдің қолын ұстап және үстіндегі жамылғысын түзетіп қояды. Қолмен тамақ пен су берді. Кемпірдің жағдайын сұрап қажетті қағаздарын алып келуді айтқанымнан соң жігіттен кемпірдің сана сезімі туралы сұрадым. Себебі кемпірдің әрекеттері, берген жауаптары біртүрлі еді. Еркек былай деп жауап берді. Ол туылғаннан бері осылай, сана сезімі жетілмей қалып қойған. Таңданып, оны кім бағады? Деп сұрадым. Жігіт, мен, деді. Солай ма? Оның киімдері мен денесін кім таза ұстайды? Дедім. Оны моншаға мен алып кіріп киімдерін іліп қоямын. Сосын шомылып болғанша күтіп тұрамын. Кір киімдерін жуып беремін және қалаған киімдерін сатып әперемін, деп жауап берді жігіт. Неге оған қарайтын бір қызметші әйел алмайсыз? Дедім. Ол, өйткені байғұс анам балаларға ұқсап арыз айтуды білмейді. Сол үшін қызметшінің анама зәбір көрсетіп, көңілін ауыртуынан қорқамын. Сіз үйленгенсіз бе? Иә, әлхамдулиллах. Перзенттерім де бар. Олай болса анаңызға жұбайыңыз қарайды екен ғой. Ол да қолынан келгенінше қамқорлық танытады, тамағын пісіріп, ішкізіп жегізеді. Анама жәрдем беру үшін әйеліме қызметші әйелді жалдағанмын. Бірақ мен өзім анаммен тамақтануды жақсы көремін, себебі оның қант диабеті бар. Оның сөздерін естіп таң қалып және көзімнің жастарын әрең ұстап тұрдым. Сол кезде кемпірдің қолындағы тырнақтарының алынғанын да байқап қалдым және оның тырнақтарын кім алады? Дедім. Дәрігер ханым, оның тырнақтарын өзім аламын. Өзі тырнақ алуды білмейді, деп жауап берді ұлы. Кемпір ұлына қарап, маған қашан картоп сатып аласың? Деп қалды. Қазір, анашым, өзіңізді дүкенге алып барамын, деді ұлы. Ана сол кезде балаша қуанып, қазір барамыз, деп жіберді. Ұлы маған қарап, анамның мұндай қуанышын кенже ұлымның қуанышынан да абзал көремін, деді сүйсініп. Мен қатты әсерленгенімді сездірмеу үшін оның медициналық карточкасын парақтай бастадым. Сосын, оның сізден басқа жақыны бар ма? Деп сұрадым. Мен оның жалғыз ұлымын, өйткені әкем үйленгеннен соң бір ай өтіп анаммен ажырасқан екен, деп жауап берді. Олай болса, сізді әкеңіз тәрбиелеген болар? Жоқ, маған және анама нағашы әжем қараған, және мен 10 жасқа толғанымда ол кісі дүние салған. Алла оны рақымына алсын. Сіз ауырған кездеріңізде анаңыз қараған ба? Оның сізге бір рет болса да аналық мейірім беріп қараған кезі болды ма? Басқаша айтсақ, қуанышыңыз бен қайғыңызға ортақ болды ма? Жоқ, дәрігер ханым. Сол 10 жасымнан бері білетінім, анам осындай ақыл азайып мүгедек. Сол кезден бастап мен оның қолы мен аяғы болдым. Басына бірер пәлекет келмесін деп қорқамын. Мен ары қарай оларға дәрілер тізімін жазып, қалай қолданылатынын түсіндірдім. Ұлы анасының қолынан ұстады да, міне, енді дүкенге барамыз, деді. Кемпір, Меккеге бармаймыз ба? Деді. Таңдандым және оны Меккеге қалай алып барасыз? Дедім. Ұшақпен, деді. Расымен алып барасыз ба? Әрине, анаңыз умра жасамаса да болады ғой. Неге оны умраға алып барып өзіңізді қинайсыз? Бәлкім, умраға алып барсам, анам сүйінер. Бұл мен үшін әлемдердің раббысы болған Алланың құзырында жалғыз қылған умрамнан сауаптырақ болмақ. Олар кабинетінен шығып кетті. Есікті жаптым да медбикеге алдыма ешкімді кіргізбеуін ескерттім. Ішімнен келген көз жасын тия алмадым. Өзіме өзім былай деп сыбырладым. Бұл кемпір ұлына жүкті болып, туғаннан басқа аналық қызметінде қылмапты. Не тәрбие бермеген, не түндері ұйқысыз бесік тербетпеген. Қайғы мұңына да ортақ болмаған, оның қамын ойлап келешегі үшін басты ауыртпаған. Бірақ ұлдағы мейірім мен қамқорлықты қара. Кәне айтшы, ақыл есі жайында болған аналарымызға мына жігіттің ақылы кемшіндеу анасына қылған жақсылығын қылудамыз ба? Аллам, ата-анамызға қамқор болуымыз үшін бізге жәрдем бер. Олар бізге сәби күнімізде қалай қамқор болған болса, сен де оларға қамқор бол. Ата-анаңыз бен бауырларыңызға жанашыр болыңыздар, достар.